Биыл 1 мамырда елімізде тағы бір тұрғын үй ипотекасы ашылды. Жаңа тұрғын үй бағдарламасының талаптары мен ережелері туралы Отбасы банкінің Абай облыстық филиалының бизнесі дамыту бөлімінің маманы Арман Абишев айтып берді. Елімізде Наурыз деген жаңа ипотекалық бағдарламасы іске қосылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Атырау қаласындағы ұлттық құрылтайда хабарлады. Жаңа өтінімдерді баспана маркет порталында отбасыбанк.kz 25 сәуірден бастап жолдауға болады. Ал қабылдау мерзімі 2 ай, 30 маусымға дейін қосылғанда жалғасады. Наурыз бағдарламасының шарттары: алғашқы жарна 20%-дан басталады. Тұрғын үй кезеңінде тұрған азаматтардың әлеуметтік осал топтарына санаттары үшін кредит бойынша мөлшерлеме 7%. Азаматтардың барлық санаттары үшін кредит бойынша мөлшерлеме 9%. Несие мерзімі 19 жылға дейін. Наурыз бағдарламасына барлық қазақстандықтар қатыса алады. Оның ішінде тұрғын үй кезегінде тұрған халықтың әлеуметтік осал топтары, кезекте тұрған және тұрмаған азаматтар, жұмыс істейтін жастар, жас отбасылар, тұрғын үй төлемдерін алушылар, отбасы банк салымшылары және моноқалалардың аудан орталықтары мен ауылдық елді мекендердің тұрғындары. Маманның айтуынша, Наурыз ипотекасының басқа тұрғын үй бағдарламасынан басты айырмашылығы салымшының депозит мерзіміне қарамайды. Яғни бүгін депозит ашып, ертең бағдарламаға қатысуға болады. Бірақ депозитке кем дегенде 1 миллион теңге болуы тиіс. Тағы бір талап, қатысушы мен оның отбасы мүшелерінің атында соңғы 5 жыл ішінде жылжымайтын мүлік болуы қажет. Наурыз тұрғын үй ипотекасына 300 миллиард теңге бөлінген және тұрғын үй бағдарламасы 7-8 жылға дейін жалғасады. Құрметті оқырмандар, Семей таңы газетінің мерекелерден кейінгі жаңа нөмірінде эксклюзивті жаңа Семей ауданының әкімімен сұхбат жарияланатын болады. Сұхбат барысында Руслан Базарбаев өзекті сұрақтарға жауап беріп, аудан тынысы жайлы баяндайды. Сол себепті газетіміздің жаңа нөмірін жіберіп алмаңыздар. Сондай-ақ жаңа нөмірде облыс тұрғындарының мәселелері, әлеумет, қоғам, руханият, спорт және де тағы басқа тақырыптарға материалдар жарияланады. Бір сүрініп, бір тұрып, дақ түсірмей арына, оқырманға жол тартты Семей таңы тағы да. Бүгін қаламыздың интернационалист жауынгерлер ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай Афган соғысынан оралмаған жауынгерлерді еске алуға арналған салтанатты шараға интернационалист ардагерлермен қатар әскери қызметшілер, облыстық, қалалық әкімдіктің өкілдері, Жас ұлан ерлер лицейінің оқушылары қатысты. Салтанатты шара алдында Абай облысы мәслихатының төрағасы Қуаныш Сүлейменов сөз сөйледі. Ескерткішке марқұм жауынгерлердің қаруластары, туған-туыстары, сондай-ақ қала тұрғындары гүл шоқтарын қойды. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Астана қаласында ұлттық ұланның авиация базасының ашылу рәсімі өтті. Мемлекет басшысы ең алдымен жиынға қатысушыларды алдағы отан қорғаушылар күнімен құттықтап, бұл отаншылдық сезімді оятып, жауынгерлік рухты арттыратын мәртебелі мереке екенін айтты. Сонымен қатар қарулы күштерді егемен еліміздің мықты қалқаны, бейбітшілік пен тұрақтылықтың мызғымас тірегі ретінде атап өтті. Авиациялық базаның ашылуы ұлттық ұлан ғана емес, бүкіл әскеріміз үшін айтулы оқиға. Бұл база күштік құрылымдардың әулетін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Ұшқыштардың шұғыл әрекет етуіне жағдай жасайды. Мемлекет қарулы күштерді жабдықтап, әскери инфрақұрылымды дамыту мәселесін айрықша назарда ұстайтын болады, деді өз сөзінде мемлекет басшысы.